Баршаңызға ассалаумағалейкум. Бүгін бізде керемет күн. Менің сұранышым бойынша қонаққа, подкастқа екі қонағымды шақырып отырмын. Бүгін бізде қонақта Абдрашид Өтепұлы және Ұлжалғас Нағашыбек қыз. Бүгін спонтанный айтқанда подкаст. Жақын арада серіктестігімізді бастап жатырмыз. Бір керемет нәтижелер болып жатыр, керемет былай айтқанда жаңа бір бағыт пайда болып жатыр деп айтуға да болады. Сіздерді қонаққа шақырып, сіздерді біздің көрермендерге Energymax Group компаниясының серіктестеріне таныстырайын деп едім. Абдрашид Өтепұлы Safline деген клиниканың қожайыны, Ұлжалғас ханым сол клиниканың бас маманы. Примерно қанша ай болды біз бастап жатқанымызға? Energymax Group компаниясымен бірігіп серіктес болғанымызға қазір екінші ай. Осы қысқа мерзімде бірақ результаттар керемет. Машалла. Мен кеше сол жаңағы нәтижелерді естіп, өзім бір керемет әсер алып, сіздердің іске деген нелеріңізді көріп, мамандықтарыңызды жаңағындай прям профессионально былай айтқанда қарап, бұл салаға өте бір жақсы бір бастама болып жатыр. Жалпы бүгін қонақтарымызбен осы танысайық дедік. Тарихымызды кішкене айтып, өнімдеріміз туралы айтып, нәтижелер туралы, жоспарларымыз туралы бір подкаст болса күшті болады. Енді сізге сұрақ. Өзіңіз осы біздің серіктес болып жатсыз. Қандай шешім қабылдадыңыз, айтады ғой, зачем дейді ғой, не үшін бастап жатырсыз? Мен енді бірінші кішігірім өзіңіз таныстырып жіберсеңіз, тарихыңызды айтып жіберсеңіз. Есімім Абдрашид Өтепұлы. Қызылорда облысының азаматымын. Қызылорда облысы Жаңақорған ауданы туған жеріміз. Алматыда осы 2000 жылдан бері Алматыдамыз. Мен негізі өнер саласындамын. Өнер, талай той басқардық, өнер саласында асаба дегендей. Бірақ енді өзіміз осы кішкентайымыздан қалай айтсам болады. Мынау Алланың берген шөптері бар ғой. Аталарымызда шөппен емделген ғой. Сондайды өзі көп зерттедік, көп оқыдық, көп білдік. Өз қызғам осы салаға. Сөйтіп жүріп, енді сөздің расы мен денсаулық үшін келдім бұл жерге. Бірінші осы 3 жыл бұрын өтті алдырып тастадым. Өтті алдырғаннан кейін проблеманың бәрі басталды. Менде былай бауыр түйінеп ауырып тұра беретін өтті алған жер. Содан азанда тұрамын, запыран болып тұрады, кислотность көтеріп тұрады, іштеген кеуіп тұрады. Түннің бір уақытында тұрамыз да, ашық тұрған поликлиникаға барып укол система ала беретін болдық. Сонымен естіп, мен негізі бұны естіп жүргенмін алдында, бірақ мән бермейміз ғой қазақтар. Осы максилин жайлы, пробиотик жайлы естіген, бірақ қатты мән бермеген. Осы денсаулық адамға өзі қатты жанға батқан кезде белгілі болады ғой. Осы максилин пробиотигін естіп, осыны ішіп басталған күні менде 3-ші күн результат болды. 4-ші күн дегенде түйінеп тұрған бауыр қойды, кислотность кетті, және де іштің кеуі, аппетит ашылды дегендей. Соны зерттеп, осы Алматыдағы офисқа барып, Гүлвира ханыммен таныстық. Майгүл ханым екеуімен, сонымен ол кісілер біраз түсіндіріп айтты. Бұл болашағы қандай, бұл неден жасалған, не туралы. Енді пробиотик көп қой Қазақстанда. Сонымен шын ниетпен өзім ниеттеніп тұрып ішкен соң ба, Алладан шипасын Алла ғой беруші. Керемет болып. Сонымен 10 күннен кейін не бір денсаулықта басталды. Обострение болды дегендей, күнде сұраймыз, күнде мазалаймыз Гүлвира ханымдарды. Бірақ результат Аллаға шүкір, 2-ші ай, 3-ші айға кетіп баратыр. Денсаулық өте тамаша. Бауырда қойды. Жаңа кислотность деген кетті. Аппетит деген өте жақсы. Бұрын тамақ ішсек, құсып тастай беретін. Оның бәрі кетті. Одан кейін сіздерде тағы да бір керемет нәрсе, осы Гүлвира ханымдарда диагностика деген бар екен, жапон аппаратымен. Оны көрдік, оған түсіп тексеріп көрдік. Іштің бәрі енді толған паразит екен бізде. Тамақтың бәрі жаңа грибоктар, нанды ұрып жегенбіз ғой кезінде. Содан бәрін түсінгеннен кейін, ол неге түсіп болғаннан кейін көрдім. Осы аурудың бір паразиттен екен білдік, сөздің расына келді. Сөйтіп осы жобамен танысып, қазір енді осы компанияның шет жобасы барлығын зерттеп көрдік. Енді кешеден бері өзіңізбен танысып жатырмыз. Нұреке, Алла разы болсын, танысқанымызға өте қуаныштымыз. Енді сіздермен серіктес болып жұмыс жасап жатқан өте қуаныштымыз. Алдыда жасаймыз деген жоспар бар. Бүкіл Қазақстан офистер ашсақ деп жатырмыз. Құдай қаласа, жоспарлар көп енді, Алла қаласа. Бірақ мен риза болғаным, Алла Тағала шипаны береді, шипаны іздеңдер деген, шипаны тапқаныма мен шүкір деймін.
осы компанияға Алла разы болсын, өмір ұзақ болсын. Әмин, айтқаныңыз келсін. Ал енді келесі сұрақты Олжалғас Нағашыбек қызға қояйық, өйткені бұл кісі Тибет медицинасының бас маманы, үлкен тәжірибесі бар, диагнозсыз, біздің? Диагноз. Мен Тибет медицинасын меңгергем. Енді Тибет медицинасы сан ғасырлық жаңағы несі бар, әбден тексерістен өтіп жіктелген медицинаның түрі деп есептеймін мен өзім. Себебі соған ұжана баспен кіргендіктен мен үшін ең мықты медицина ол Тибет медицинасы. Неге? Ол адамның денесіндегі детально дейміз ғой, жалпы кез келген аурудың ошағы болады. Соны бірінші анықтауды үйретеді ол нәрсе. Мен сол үшін Тибет медицинасын таңдағаным да сол үшін болатын. Енді біз сол бағытпен жұмыс жасап келдік. Жұмыс жасағанда мынау шығыс медицинасы именно Қытай мемлекетінің түрлі, жалпы біздің орталық Қытай мемлекетінің түрлі аппараттармен жұмыс жасайды. Біз массажбен емдейміз. Жалпы былай айтылғанда ол массаж. Түбіне кірген кезде ол массаждан да үлкен нәрсе. Біз мысалы массажбен сылап, сипап, нүктелерді басуымыз мүмкін, бірақ аппараттың жасайтын нәрсесі ол біздің денемізге бәленбай миллиметр, сантиметр ішіне енген кезде біздің сүйекке дейінгі қабатты босатып, қан айналымды реттеп беретін аппараттар бар бізде. Жүре алмай қалған адамдарды Алланың қалауымен жүруге себеп болып жатқан. Қан қысымы көтеріліп, тамырлары басқа кететін кислородный каналдар қысылып қалған тамырларды ашып, және де қисайған өтті. Именно қисайған өтпен біз көп жұмыс жасаймыз. Загиб, изгиб, перегиб деп айтамыз ғой. Осы салада көп жұмыс жасаймыз. Осыларды нормаға келтіру мақсатында жұмыс жасаймыз. Бірақ бізде барлығын жасап отырамыз, но болды бізде. Біз ішекке келгенде тірелдік қой. Содан кейін біз істедік түрлі жаңағы препараттармен жұмыс жасадық. Біз негізі Energy Max Group компаниясын танимын дегенше, Рекеңе рахмет, ауырып қалғанына деп айт. Осы кісінің ауырғанына шын айтам, рахмет айтам. Неге? Оны бұл кісі танымағанда біз Energy Max-қа келмес едік. Біз пробиотик туралы білмейтін едік, көрдіңіз ба? Бір нәрсенің артынан үлкен хайыр болды біз үшін. Біз нақ іздеп алдымызға қойған мақсатты біз сіздердің нелеріңізге, компанияларыңызға, Energy Max Group компаниясына келген кезде біз түсіндік. Что? Бүкіл шешім осында деген нәрсені көрдіңіз ба? Неге? Кез келген ауруды емдеп, симптомын емдеп қажет емес. Мен білікті маман есебінде айтам. Қажет емес. Оның түпкі себебін тауып, организмді тазалап, қанды тазалап бергенде, организм өз-өзін 100% емдеуге қабілеті жетеді. Ал именно сол нәрсе біздің Максилин, қазір біздің деп айтатын болдық, негізі сіздердікі ол. Біздің Максилинмен, біздің Максилинмен L-аргинин. Көрдіңіз ба? Теңдессіз, мен өзім байлық деп айтарым, шынымды айтайын. Қаншама нәрсе берсе де, мен он нәрсемен еш нәрсені айырбастамас едім. Неге? Мен маман есебінде айталам да. Керемет. Жас сәбиден үлкен кісіге дейін біз рекомендация бере аламыз. Неге? Себебі біздің көзіміз жетеді ол нәрсенің. 100% жұмыс жасайды. Қазір шүкір біздің оздоровительный центр полный бір направлениемен ғана жұмыс жасаймыз. Организмді тазалау, физически жақтан келген кездегі кем дүниелерді біз аппараттармен толықтырып отырамыз. Енді көбісі сұрайды ғой, бізде пробиотик ол не, айран ба, не деп. Бізде басына түсінбедік қой, негізі кейіннен түсіне білдік. Бұл пробиотиктің мысалы жарты литрінде 620 миллиард түрі полезный бактерия бар деген кезде мен соны іздедім де бірінші. Ол не? Алла тағаладан жаратылғанда бізде полезный бактериямен жаратылады екенбіз. Оның бәрі келе-келе ішеміз дәрі бар, укол системамен бәрі жойылып кететінін білдік. Ал енді осы полезный бактерия біздің ішімізге кіру керек екен. Ішуіміз керек көп. Бұл бактерия еще антибиотикқа үйретілген. Соны бәрін білгеннен кейін көзіміз жетті. Қазір бүкіл халыққа соны түсіндіріп жеткізіп жатырмыз. Бұның пайдасын. Енді бізде көп қой енді. Қазір не көп, бадый көп, дәрі-дәрмек көп. Ешқайсысын біреуін жамандап, біреуін ұнамаймыз біз. Бірақ әркім өзі біледі ғой кім. Бірақ халыққа осыны жеткізіп жатырмыз. Өйткені бізге полезный бактерия ішімізге керек.
көрдіңіз бе? Мен өйткені өзім басымнан өтті, өзім іштім, жазылдым, мен халыққа соны жеткізіп жатырмын. Енді бұл енді табиғи. Мен сіздің ана видеоңызды көріп инстаграмға салынған, жаңа өте алымды 3 жыл ауырдым, осымен күшті результат алдым деген, машалла, ана бірінші рет прям ондай яркий дейді ғой, бір отзыв болды да, шынайы. Жүрегімнен шықты, шындықты айттым да мен. Машалла. Сол видеоны көріп, мына кісі қандай күшті кісі деген, маған қалаумен сізбен танысып жатырмыз. Көрермендерімізге мен шет жағасын айтып жіберейін. Шығу тарихы. Бір бөліп кете ма сөзіңізді? Сол видеодан кейін біраз звондады ма үлкен кісілер. Маған сол баланы тауып беріңдер, тур соның ауруы менде бар дейді ғой жаңа. Аға, мен десем сенбейді. Шынымен сенесің, ал айта бер дейді. Сонымен айтам, біраз да себепкер болып жатырмыз, көрдіңіздер ме? Бәрі ішіп, жеп, рахметін айтып жатыр мысалға. Енді былай айтқанда қазір Қытай Тибет медицинасы мен қазақ медицинасы қосылып жатыр. Жалпы көрермендерге айтайын деп едім. Максилин ол біздің отандық өнім, қазақстандық өнім. Бүгінгі күні біз Алланың қалауымен уже 5 жыл нарықтамыз, 63 мың клиентке жеттік, 63 мың серіктеске жеттік деп болады. Әр біздің клиентіміз серіктесіміз сияқты ғой, біз туралы айтады, жаңағындай рекомендация жасайды. 5 жыл бұрын біз бір профессормен танысып, осы өнімнің шығу тарихын зерттеп, бұның нәтижелерін көріп, жаңа клиникалық зерттеулер, клиникаға дейін болған зерттеулердің барлығын өз көзімізбен жеткеннен кейін біз бұл өнімді былай айтқанда сатуға басында ниет еттік. Былай айта келе, енді бүгінгі күні біз Қазақстанда жұмыс істеп жатырмыз. Ресейде өте көп клиенттеріміз бар. Қырғызстан, Өзбекстан, Монғолия, Таиланд. 4 апрельден бастап 25 жылы Таиланд мемлекетіне кірдік. Өткен жылы Индияға кірдік. Европаның 44 мемлекетіне кіріп жатырмыз. Қазір Болгарияда компания тіркеп, склад жасап, сол жақта да өндіріс ашайын деп жатырмыз. Великобритания, Латвия, Литва, Нидерланды, Испания, жаңағыдай Португалия кетіп жатыр. Шетелде біздің өнімді енді шетел танып жатыр. Ресей патшалығы кезінде академик Мечников деген кісі болған. Сол академик Мечников сол патшаның биотехнологы болған. Академик Мечниковты Гуглда терсеңіз, Нобелевский лауреат. Ол сол кезде уже ең бірінші пробиотиктардың, дәлелдеген пробиотиктардың бар екенін, және оның адамның өмір жасының ұзартуға және оның денсаулығын емдейді деген бір не жасап тастаған доклад условно. Сосын Совет өкіметі кезінде соның жұмысын бір Максим Иванов деген профессор көтереді. Жаңағы академик Мечников ол көшпенділерді зерттейді. Көшпенділерді зерттегенде ол бір затты байқайды. Холодильник жоқ, бірақ тамақтары құртылмайды екен. Тамақтары құртылмайды екен. Сары май болсын, қаймақ болсын, айран болсын, шұбат болсын, қымыз болсын, даже ет құртылмайды холодильниксіз. И ол көшпенділерді зерттей келе байқаса, біздің аталарымыз бүкіл кисломолочный продукттардың барлығын либо қойдың қарында, либо қозының мәйегінде сақтаған, короче. Қозының қарында деп айтайын. Айран жасағанда апаларымыз кезінде қозының мәйегін алып айранға аштық жасайтын. Сосын ол айран бәрі ішіп біткеннен кейін бір кесе аштыққа қалдырып қоятын да, сосын қайттан жаңадан таза пробиотиктер жасаған. Соны ең бірінші академик Мечников байқаған. Өйткені біздің аталарымыз степте тұрады, жаңағындай далада тұрады, суықта тұрады, аязда тұрады, ет жейді, как бы ештемемен ауырмайды. Зерттей келе ол көзі жетеді, то что біздің аталарымыз уже сол кезде білген медицинаның дәлелдеп қойған топовый продуктысын тауып алған. Сосын ол кісі не істейді, бұл өнімді ең бірінші жаңа Ресей патшалығы кезінде әскери мақсаттарда қолданады. Солдаттар жаңағындай соғысқа кеткенде, жорыққа кеткенде олар суды даладан ішеді, болотодан ішеді, өзеннен ішеді, көлден ішеді, іштер өтеді, дисбактериоза болады, диарея болады. Сосын бұл өнімді ол сол кезде жаңағы солдаттарға берген. Ол солдаттар жақсы нәтиже алып, соғыста жақсы соғысып жеңген. Олардың ең үлкен проблемасы солдаттардың басқа жерінен атқан деп айтады да, короче, если солдат стреляет другим местом, он не может воевать деп айтқан ғой, короче, олар. Сөйтіп олар жаңағыдай бір жақсы нәтиже алады. Сосын кейін Ресей патшасы оған алтын не береді? Қылыш береді. Золотая сабля вручать етеді. Сол жылдары награда алған патшадан. Содан кейін осы жұмыстарды Совет өкіметі кезінде Максим Иванов деген профессор көтереді. Ол мықты биотехнолог болады, плюс Совет өкіметі кезінде репрессияға ұшырайды. Репрессияға оны Верный қаласына жібереді, қазіргі Алматы қаласына. Сосын осы Алматы қаласында ол кісінің дүниеге қызы келеді, Иванова Галина Максимовна деген. Сол қызына осы өнімді жаңағындай қозының мәйегінен алған
неге мұра қылып қалдырып кетеді. Қызым, мына өнім бүкіл аурудан ем деп айтып кетеді сол кісіге. Галина Максимовна совет өкіметі кезінде уже неге кіреді? Совет өкіметінің биотехнологтар составына кіреді, основной группасына. Өзіңіз білесіздер ғой, совет өкіметі кезінде шын айтса өте керемет открытиялар болған. Хоть космонавтика бойынша, хоть қару-жарақ бойынша, жаңағындай бір научный дейді ғой, білмей қаншама открытиялар болды, физика бойынша, математика бойынша. И сол кезде негізгі ең мықты биотехнологтар болған. Өйткені совет өкіметі ол кезде үлкен ақша выделять еткен биотехнология саласына, жаңағындай әскери салаға және білім саласына. Именно біздің жаңағына Галина Максимовна сол биотехнологтардың ең басты мамандары болған. Сосын 80-ші жылдары ол кісілерді как шпион ретінде Жапонияда болып жатқан всемирный бір выставкаға жібереді. Өйткені совет өкіметі ядерный оружие бойынша Америкамен жарысқан. Білім саласы бойынша тоже Америка, Германия дегендей. Ал именно бактерия бойынша жапондықтармен жарысқан. 80-ші жылдары жапондықтар симпозиумда Японияда бір заявление жасайды. Біз бір бактерия ойлап таптық деп. Ана бактерияны қазір жіберсек, 25% халық әлемдегі қырылып қалады дейді ана вирустан. Сол кезде Галина Максимовналар оралады да совет өкіметінің министерство обороныйына доклад жасайды. Япония создает биологическое оружие. Жаңағындай, мы предлагаем создать легко воспроизводимый продукт от массовых биологических атак. За основу предлагаем пробиотик Максилин и предлагаем ее приучить к антибиотикам деп. То есть, олар айтады, біз жеңіл және тез оңай шығаратын бір өнім ойлап табу керекпіз дейді да, биологический оружиядан. Енді как бы 80-ші жылдар болған зат. Бірақ біз қазір естіп жатырмыз, 26-шы, Құдай сақтасын, 27-ші жылы именно асқазаннан тұратын бір вирус шығады деп жатыр да. И как бы уже пандемия кезінде біз өкпеден ұрды бізді. Пандемиядан кейін осы 5 жылдың ішінде бізді көзден ұрды, мұрыннан ұрды, неше түрлі вирустар шығып жатыр. Балаларды соғып жатыр. Жаңағындай жөтелі бар. Жөтелі бар. И біз енді бұл біздің енді күнделікті неміз болады. Күнделікті жағдайымыз деп айтайықшы, неше түрлі вирустардың келуі және онымен күресудің негізгі өнімін 80-ші жылдар ойлап тауып тастаған. Сосын совет өкіметі профессорларды жаңағындай черный ящик деген бір лаборатория болған Алматыда. Это как бы сейчас в открытом доступе, ол сказка емес, легенда емес, кәдімгі болған зат. Совет өкіметі ақша выделять етеді және де 8 профессор жинайды. Сосын кейін олар алады, мына біздің Максилинді, пробиотикті антибиотикқа үйретеді. Мына біздің көп қазақтардың проблемасы, біз пробиотиктің не екенін түсінбейміз. Неге мектепте дұрыс оқымағанбыз. Бұл пробиотиктің қайдан шығатынын түсінбейміз. Бүкіл аптекада тұрған Linux, Ферталь, Хилакфорте, Актимель, Данон, олардың бәрі пробиотик. И олардың каждый жаңағы пробиотиктің өзінің номері бар. Также біздің пробиотиктің да адам сияқты да қазақ деген модель бар, короче, номері бар. Идентификационный номер болады. Жалпы қайдан алған? Бала ананың жатырында жатқанда, бала болуы мүмкін, қозы болуы мүмкін, құлын болуы мүмкін, бұзау болуы мүмкін, ит, мысық, млекопитающий дейді ғой. Ананың құрсағында жатып, олардың асқазаны қалыптасқанда, последний семестрында деп айтайықшы, последний үш айында, адамды айтатын болсақ, ананың кіндігі арқылы баланың кіндігіне жаңағы микроб беріледі екен. Микроб беріледі, оны первичное материнское молоко деп атайды екен. И қан кетеді. Қан арқылы жаңағындай балаға нелер кетеді, дәрумендер кетеді, короче. И бала ананың жатырында жатқанда, ана суды ішеді екен, жатырындағы суды. Ол судың ішінде мынандай кристалликтар болады екен. Сол кристалликтарды ішеді, и сол кристалликтармен бірге неше түрлі вирус, микробтар шығып қоюы мүмкін. Мамасы ангина болуы мүмкін, ветрянка болуы мүмкін, краснуха болуы мүмкін, гепатит болуы мүмкін, жаңа аласапыр туберкулез болуы мүмкін, бірақ бала сау болып туады. Баланы қорада туы мүмкін, далада туы мүмкін, көшеде туы мүмкін, аязда туы мүмкін, бірақ байқаймыз тарихта бала вообще ештемемен ауырмайды. 1 жасына дейін. 1 жасына дейін бала ештемемен ауырмайды. Екіншісі, баланың қорегі ол ананың сүті. Ал ананың сүті ол 90%-ға дейін эларгинин амина қышқылдығынан тұрады. И біздің компанияда Аллахтың қалауымен 2019 жылы пандемияға дейін біз ашыламыз. Именно осы екі өнімді таңдаймыз да. То есть эларгинин және Максилин. То есть жаңағы бала дүниеге келгенде оның бірінші дәреті, ол тамақ ішкен жоқ, бірақ баладан дәрет шығады. Үлкен дәрет шығады. Оны ғалымдар мекони деп айтады.
меконий деп айтады. Именно сол меконийдің ішінде осы микроб болады екен да. Ацидофилус бациллус штамм 2585 деген номері бар бұл микробтың. И біздің апалар ана өркенің өссін деп айтатын ғой. Сол қоздан тоже бірінші өркен деп айтады да, бірінші шыққан дәретін өркен деп айтады екен. Олар сол қозыны сойып, жаңағындай мәйегін алып, айранға матырып, аштық жасаған екен. То есть баяғыдан келе жатқан бір Алладан берген бір білім ғой, получается, біздің аталарымыз білген. И получается, жаңағы ученыйлар Совет өкіметі кезіндегі жаңағы қозының мәйегінен алынған микробты алып 8 жыл бойы үстіне пенициллин тамызып, бұны антибиотикқа үйреткен. Не үшін өйткен? Өйткені олар уже білген, что пенициллин бүкіл микробты өлтіреді адам денесіндегі. Егерде біз сіздермен антибиотик ішсек, қазір суда антибиотик бар, краннан шыққан, тамақтарда антибиотик бар, фруктыларда антибиотик бар. Бүкіл ет, сиыр еті, тауық еті, любой етті алсаңыз, барлығына антибиотик салады, ударный доза. Соответственно, біз ол тамақты ішкенде біздің денемізге де антибиотик кіреді. Антибиотик кірген жерде микробтардың бәрі өледі. Бір жақсы бүкіл микроб өледі, бір жаманы пайдалы микробтар өліп қалады біздің ағзамызда. Полезный. Вот как бы мен өзім биотехнолог емеспін, мен дәрігер емеспін, бірақ қасымызда ылғи биотехнологтар, профессорлар, доктор PhD-лар, солармен араласа келе, ана өзіміздің жасап жатқан ісіміздің, сатып жатқан өніміңіздің маңыздылығын түсініп жүрміз да, жылдан жылға. Биохимик болып кеттік десеңші. Биотехнолог болып кеттік. Олар айтады, мына антибиотик ішкенде адам ағзасында бүкіл микроб өліп қалады дейді. А біз ағзамызда 3 килограммдай микроб тасиды екенбіз. 3 килограммдай біздің денемізде жалпы микроб болады екен. То есть терімізде бір микроб, көзіміздің ішінде микроб, аузымызда микроб, былай айтқанда асқазанымызда микроб. И сол микробтар болу керек. И біз антибиотик ішкенде сол микробтар өліп қалады екен. Сосын біз не істеу керекпіз? Біз негізгі жақсы микробтарды қайтадан салу керекпіз. Біз не істейміз? Орнына салмайды екенбіз. Сондықтан біздің ішімізде іріндейтін, саситын, бықситын, көгеретін, шіритін заттар дамиды. Оны қайдан байқауға болады? Бәрі айтады, мен саумын дейді да. Біздің қазақ қалай емделеді, уже бітті, міне отказ беріп алып тастайды ғой ана операция. Соған дейін жүре береді дейді, саумын деп ойлайды. Аузыңыздан не шықса, уже дұрыс емес. Асқазаныңыз дұрыс астық қорытпаса, вздутие болса, запор болса, например, запор ең күшті не? Былай айтқанда сигнал. Біз запорды как симптом ретінде білеміз. На самом деле запорды уже баяғыда болезнь деп не өтіп тастаған оған. Егерде адамда запор болса, дәретке күніне бір реттен көп бармаса, оның ішінде уже интоксикация. Қартасы арқылы қанға уже токсиндар сіңеді екен. И сөйтіп, бұл максилин өнімін Совет өкіметінде антибиотикқа үйретеді. То есть бұл единственный в мире пробиотик, устойчивый к антибиотикам. Единственный в мире. То есть қалған бүкіл пробиотиктарды алатын болсақ, бағалар тоже удай. Ішіндегі саны микробтың вообще апазақ. Фертальды алатын болсақ, там 6000 теңге тұрады. 20 миллиард бактерия бар бір пачкада. Сен ол микроб жесінде, бірақ бір сағаттан кейін ресторанда отырып бір тауық бар көже ішіп байқамай антибиотик ішіп қойсан, ана микробтың бәрі өліп қалады, далаға кетеді. А біздің максилинді білесіз, бір құтысы 0,5, 624 миллиард бактерия бар. Фертальда 20 миллиард, бізде 600 миллиард. Сен оны ішеді екенсің. И максилин қалай жасалынады? Ол сиырдың сүтінен жасалынады. Қазақстанда алатын болсақ. Мына экспортқа біз Шанхайдағы үлкен бір өндірісте глюкоза, виноградный экстракт и бір фруктовый сокта пісіреді, ол микробты ашытады. Получается, біздің 1 граммда 1 миллиард бактерия бар. Біз не істейміз? Сиырдың сүтін аламыз да 130 градусқа қайнатамыз. Оны стерилизация деп айтады. Біз сіздермен қазір бүкіл магазинда ішетін өнімдердің бәрі, сүт өнімдері 100 градусқа дейін қыздырады. Пастерилизация. Сүтті до конца адыратпайды, оның ішінде әлі біраз заттар қалып қояды. Бізде 130 градусқа дейін қайнатады. Сүтті қайнатқанда ішіндегі бүкіл тірі жан өледі. Сүт адырайды. Ол адырағаннан кейін сүттің ішінде бір свободный бір орын пайда болады екен. Сосын біз не істейміз? Оны суытамыз 40 градусқа. Термостат деген бочкаға саламыз да, максилин ашытқысын саламыз, 16 сағат ферментация жасаймыз. То есть бір максилиннің шығу процесі 24 сағат. Біз сіздермен ішіп жатқан айран 30 минутта жасалынады. Олар не істейді? Бактерия қоспайды, баяғыда уже, өйткені ол дәмді құртады, қышқыл қылдырады да. Олар сол дәмді қуат, калькуляцияны қуат. Олар 30 минуттың ішінде сүтті қыздырады, ішіне кефирный грибок пен дрожжи лақтыра салады. И 30 минутта
айранға ұқсайтын дәм шығады. Қазіргі магазинде тұрған айран. Біз соны өзімізше жаңағыдай айран ішу керек, айран пайдалы деп ішеміз. А на самом деле біз дрожжи ішіп жатырмыз, кефирный грибок ішіп жатырмыз. Сосын біздің макселинді алып холодильникқа қойып 6 ай тиіспесеңіз құртылмайды, тұра береді, қышқылдана береді, қышқылда құрт сияқты болып кетеді. Ряженкамен құрт сияқты болады. Магазиндік айран салсаңыз уже бір айдан кейін көгеріп кетеді. Плесень пайда болады. Плесень пайда болады. Уже осы жерде айыра білуге болады да. Қазір айрандар да арзан емес, бір бутылкасына 1000 теңге тұрады. Бұл да сонда 6 айға өткен шеберсе де зиян жоқ дейсіз ғой. Зиян жоқ, бірақ заң бойынша біз натуральный продукт шығарып жатырмық қой. Консервант қоспаймыз, антибиотик қоспаймыз. Біз максимум басында бізге 15 күн разрешение берген. Сосын біз клинический жаңағы испытание жасап 1 айға қағаз алдық. Сосын уже 2 ай алдық. Түсінікті? Негізгі жарты жылға дейін біз өзіміз спокойно, енді 6 ай тұрмайды ол біріншіден біз шығып қоямыз. Негізгі 6 айға дейін өнім тұра бере алады. Енді сіз оны ішкенде, ол асқазанға түскенде қышқылдық среданы ол щелочной қалдырады. Допустим, біз тамақ ішсек, оказывается, pH 1-2-ге түседі екен қышқылды. Ана астыдырады жері уже. Көтеру керек қой оны енді. Бірақ одан кейін біз оны ощелачивать етпесек, ол қышқыл среда болып қала береді. Содан бізде жаңа изжога, язва пайда болады, гастрит пайда болады. А сіз макселинді ішкенде ол асқазанға түседі да, pH-ты 9-10-ға дейін көтереді. Өзі максимальный патология бар 10 деген. 9-ға дейін жеткізеді. Ол жақсы ғой негізі. Негізгі керемет. Щелочной среда пайда болғанда, примерно ол, ауа райын керемет қылдырып тастайды. И ондай ауа райда асқазандағы іріңдейтін, шіритін, бықситын, саситын бүкіл микробтар қылқынып қалады екен. Просто ұрып қалады. Сосын сіздің ішіңізден либо паноспен атады, либо кірпішпен түседі. Егер де адамда панос болып жатса күшті, кірпіш түссе жаман. Кірпіш түссе, это значит адамның тоқ шегінде жиналып қалған, апталап, айлап, каловый массы деген болады, соны түсіреді ол. Айтады, менде что-то наоборот запор болып кетті. Кірпіш түсіп жатыр дейді да. 14 күн іше береді, 14 күннен кейін уже пюре түседі. Да, иісі болмайды. Бір айдан кейін болды ғой бізде. Иісі болмайды. Өйткені үлкен дәреттің иісі примерно негізі баланыкіндей болу керек. Сондай дейді, иә. Айтады ғой, баламның бауын жеп қою үшін дегенде айтамыз ғой біз. Өйткені баланың шыққан дәреті прям керемет қой. Тоқ ішеді, таза кезде таза болып дейсіз ғой. Тап-таза. Бірақ біз не істейміз, ол балаға алып ет береміз, ол балаға алып ибуфен береміз, ауырып қалса, жөтеліп қалса, өзіміз алып оны антибиотикпен ішіндегі микрофлорасын өлтіріп тастаймыз. Сосын, допустим, қазір аяғы ауыр қыздар антибиотик ішеді во время беременности. Соответственно, олар антибиотик ішсе, асқазандағы бүкіл микроб өліп қалады да, баласына микроб берілмей қалуы мүмкін. Сосын дырявый кишечник деген пайда болады, тоқ шегі тесіліп қалады екен. Яғни тесіктер арқылы зиян заттар сразу қанға кіріп кетеді. Сондықтан бала дүниеге келгенде әлсіз болып туып жатыр көп балалар. Аутоиммунный неше аурулар. Біздің макселиннің ең бір жақсы, біз басында енді қатты түсінбейміз ғой өз өнімімізді. Айтамыз, запор емдейді, короче. Запор емдейді деп бере береміз. Одан кейін жай келе бізге басында арақ ішетіндер көп келетін ше, короче. Клинический испытание жасаған ғой макселинмен совет өкіметі кезінде. Короче, кім алкогольді ішеді, содан кейін макселинді ішеді, 3 сағаттан кейін ағзасында 0 промилле дейді. Алкоголь шығарып тастайды екен. Радиацияны шығарады екен. Сосын алып енді алкоголиктарды жинап алдық біраз. Арақ жақсы көретін адамдар басында. Содан келе бұл өнімді одан сайын біз ашып бастадық. Уже дұрыс клиенттеріміз кеп бастады, дұрыс аудитория кеп бастады. Керемет нәтиже алдық біз. Осы Қазақстанда, Жезқазғанда бір кісі гепатит С мен 11 жыл ауырған. 90 күн макселин ішкен, 40 бутылка, 4 флакон элергинин тамызған. 90 күннен кейін қанында гепатит С жоғалып кеткен. Сосын Назгүл Асанна біздің Қырғызстанда қатты біз поддержка, бізге қырғыз бауырларымыз берді заказдармен, $500 заказ берді ғой біз ашылғанда. Бір кісі бар, ол кісі альхамдулилля қазір дені сау жүр, біздің күшті клиентіміз. Бір ауруға шалдығады. Ауруға шалдыққаннан кейін оны врачтар антибиотикпен соққылайды и көп беріп қойғанда бүкіл асқазанын күйдіріп тастаған. Содан кейін асқазанын күйдіріп тастағаннан кейін ол кісі гормонда отырады. Гормон колоть етеді, 3 жылдай почти. Гормонды бір күн салмаса, бүйтіп сөйлесіп отырады да, қол жұмыс істемей қалады, жағы жұмыс істемей қалады, тіл істемей қалады, көз істемей қалады. И постоянно гормонда отырады. Сосын жаңағындай біздің Назгүл Асана жайлап, қасықтап, макселин беріп, сосын уже 100 граммдап беріп, алақт қалаумен бір күн ана кісі гормон салуға ұмытып кетеді, короче. Гормон салуға ұмытып кетеді и ағзасы жұмыс істеп тұр. И қазір Аллаға шүкір сол кісінің нәтижесі арқылы біз $500 продажа кетті бізде Қырғызстанда. Жалпы сол біздің өнімнің шығу тарихы осы.
Енді қандай нәтижеге біз жеттік? Бізде бұрын қазақстандық патент болатын. Но біз осы 5 жылдың ішінде как бы жақсы оборот жасадық қой. Біраз нелер душар болдық бір ситуацияларға ше. Біздің өнімге ғашық болып, бұны копировать еткісі келіп, біз бұған қып-қызыл ақша төлеп сатып аламыз бұл патентті. Бірақ біздің Қазақстанда өкінішке орай таланттарды, сіздің бір ойлап тапқан интеллектуалды туындыңызды қорғамайды. Өкінішке орай. Күші жоқ ондай ше, короче. Старый, да? Біз оны как Филькина грамота деп айтатын болдық қазір. Сосын осыдан 1 жыл бұрын бізге бір үлкен делегация келіп, Дубай Инвест центр деген жерден бір мамандар келіп, біздің өнімді көріп, бізді Дубайға шақырып, Аллахтың қалауымен бір көмек тиді бізге. Біз алып, біздің өнімді Макселин деген брендті, ішіндегі микробты, бұның технологиясын 5 түрлі затқа патент жасап, оны Берлинда Интерокка деген жерде тіркеп тастадық, интеллектуальный собственность. 186 мемлекет бағынады және мойындайды, что біздің өнім единственный в мире. То есть бұндай жоқ туындылар, короче, жаңағы біздің микроб бізде ғана. Бізден басқа ешкім бұны шығара алмайды. Шығара алса да бізге 1 миллиондаған штрафтар төлейді, короче. Сондықтан біз барып Интероккада 186 мемлекет подпис қойған жерде патент жасадық. И Аллахтың қалауымен қазір мына Америкаға кірдік. Америкада тоже өзіміздің қазақтар қолдап жатыр. Индияға кірдік. Индияда доктор Гупта деген кісі бар. Моди деген кісілер бар, оларда біздің елбасымыз сияқты. Короче, содан не алған? Награда алған номер 1 врач бізде, Индияның. Великобританияның, Канаданың, Американың бір врачтар қосылып жатыр, шүкір. Аллахтың қалауымен уже біздің енді идеямыз болған мынандай. 5 бармақ қонақ шақырамыз, бәріміз кола ішеміз да. Күшті. Өйткені пайдалы, тез қорытады деп айтамыз. Ол бірақ қорытқанды, значит, барлығын күйдіреді ғой. Но енді Кока-коланы уже қазақтың дастарханынан алып тастай алмайсың. Біздің арманымыз коланың қасына Макселин қойсын. Өйткені сорпа ішеді, сорпа ішкенде жаңа Макселинді құяды да. Таза пробиотик. Сондай идея болды да бізде арманымыз. Аллаға шүкір, жай желеп енді 63 мың серіктесіміз бар, барлығының дастарханда, холодильниктарында уже Макселин тұрады. Онымен кейбіреулер бауырсақта пісіреді, сорпаға да қосады, бетіне де жағады, шашына да жағады, маска ретінде қолданады. Жаңа 1994 жылы біздің госпитальда, КНБ-ның госпиталында әйел адамдарға осы Макселинді жыныстық мүшесіне шприцпен кіргізген. И бізде қағаз бар. Сифилис пен гонореядан басқа бүкіл әйел адамның ауруын емдейді. Рак шейки маткаға дейді. Қағаз бар. Біз на основе этих рецептов Макселиннің основасында свечи жасадық. Аллаға шүкір, мына Латвияда керемет результат алды. 71 жасар әйел тыныш ұйықтай алмайтын акасы. Күнде проблема по-женски. Біздің свечиді қолданады. 1 күннің ішінде нәтиже жақсы ұйықтадым дейді. Бізде қазір Латвия мемлекетінде керемет заказдар кетіп жатыр. Сосын бір досым бар, енді бизнесмен досым, қазақ емес, орыс. 17 жыл Таиландта тұрады. Естиді ғой енді Макселинді естиді, жаңағындай біздің свечиді естиді. Сосын қазір Алла қаласа уже Макселинмен қосып біз балаларға арналған мармелад шығарып отырмыз. Осы 1-2 айда ең бірінші бізде өндіріс Болгарияда. Таза витамин. Мармелад шығады. Бейбилин деп атап жатырмыз. Енді балалар мармелад жақсы көреді, сонымен бірге пробиотик кетіп отырады оларға. Жаңағы досым айтады, енді мұсылман емес, қазақ емес, құндылық енді басқа да. Брат дейді, сен кімге сатып жатсың мына өнімді дейді. Мен айтамын, енді біз өйстіп адамдарға түсіндіреміз, айтамыз. Ұзақ қой ол дейді да, короче. Сен, короче, Таиландқа келшеш дейді. Мен айтамын, неге десем, ана сенің свечаң бұл жақта керек дейді. Неге десем, бізде официально 300 мың жезөкше тіркелінген дейді да, 300 мың проститутка дейді. Мен 1-2-ін айтып көрдім дейді да, заказ беріп жатыр дейді. Өйткені по-женски заболевание көп екен. Маған айтады, ты не там продаешь дейді да. Мында ауырып жүрген 300 мың адам бар дейді примерно. Сен давай маған 10 мың, 15 мың пачка жібер, мен саған Таиландты сатып беремін дейді. 2 дейді. Эксперимент жасаған. Енді Таиландқа көбісі барып ішеді, шегеді, немесе тамақ жейді да уланады. Иә. Бір кісі, короче, больницаға түсіп кетті. Шегіп жаңағындай. Өліп қала жаздайды. Сосын жаңа Макселин ішіп тіріліп кетеді. 1 күн ішінде. Айтады, сен ол жақта сатып жатқан жоқсың дейді да, короче, сенің өнімің мұн жақта керек. Сөйтіп біз алған қалауымен 25 жылы 4 апрель Таиландта Макселин Коу деген компания тіркедік официально. Қазақтың компаниясы қазір Таиландта бар, Индияда бар. И біз сөйтіп енді адамдармен сөйлесе келе түсініп жатырмыз, біздің өнімнің вообще горизонты өте үлкен екен. Біздің елдерде енді құнсыздандыру бар.
Біз соны түсінбей жатырмыз ғой әлі. Жаңағыдай бір айран ғой, Қадірін білмей жатырмыз. как бы қазақтар не ойлап табады деген. Біздің арманымыз осы бизнес саласында бір өніммен шетелге таныстыру. Например, біз Швецияны Nokia-мен танимыз, жапондықтарды біз Toyota-мен танимыз, там Американы біз Facebook, KFC, Макдональдспен танимыз. Сосын айтады, неге біз ештеме ойлап таппайды дейді, ойлап тапсаң қолдамайды да, короче, бізде. Сөйтіп әңгіме айтады. Сондықтан біз енді 5 жыл бұрын шетелге шығып кеттік. Көбінесе 63 мың клиенттің 12 мыңы бізде Қазақстанда, қалғаны бізде экспорт шетелде. Бір жағынан жақсы, біздікілердің мойындамайтыны ше, сен ана ашуланасың, где-то ренжисің, шабасың. Зато шетелде атасың да, мына жақта біз саған сенгенбіз деп мойындай салады, короче. Но Аллаға шүкір, қазір байқап жатырмыз, бізді Қазақстанда қолдап жатыр, бастады, күшті қолдап бастады. Осы жылы прям керемет сезіп жатырмыз. Өздеріңіз қосылып жатсыздар. Сіздердің кеше ана нәтижелерді естіп өзім бір керемет әсерде болдым. Сосын сіз жаңағындай дұрыс ренжідіңіз, неге мына өнімді 5 жылда ішіп жүрген адамдар дұрыстап айтпайды. Жоқ, мен өзім жаңағы осы пробиотик туралы естідік. Енді естігеннен кейін қарап отпайсың ғой, зерттеп бастайсың. Қайдан шықты, не бұл нәрсе, компания туралы білдім, сіздер туралы білдім, негізін қалаушы президент. Но бірақ именно нәтижеге келгенде ақсайды екен да. Неге? Нәтиже бар, бірақ бар нәрсесін айта алмайтын адам, мен таңғалдым. Шынымды айтайын. Барды бар деп айтса, мысалы, расында да сіз айтып жатқан елдердің бәрінде просто қарайық та, эмоцияны керемет жеткізе алады. Мәселе эмоцияны жеткізгенде емес, өзінде бар нәрсені 100% жеткізгенде. Мен дәл қазір, мысалы, көз алдында осы кісі жазылды екен да. Енді екінші нәтиже, мен өзімнің анам сахармен ашқа түсіп қала береді, есен танып құлайды. Біз 2 жылдан бері больницаның есігін тоздырып жатырмыз. Мықты деген профессорлармен жұмыс жасады. Содан мына бір сүйектің саусағында сүйек шіріп бастаған. Сонымен қазір сенесіз ба, бірде-бір препарат ішпейді менің анам. Тек пробиотик, эларгинин. Бүгін звондайды, қызым, не десем, эларгининім бітіп жатыр, не қылса сап жібересің дейді. Көрдіңіз ба? Екі нәрсе ғана оның организмін тазалады. Онымен қосып пептид бердім, потому что менің анамда фиброз бар. Оның цирроз деген қазір жақсы, фиброз болып тұр қазір. Сол үшін мен пептидті қосып беріп жатырмын. Мұнда менің түсінген нәрсем, жалпы ұйқы безін емдей беріп, бауыр ауырса бауырды емдей беріп қажет емес. Негізі организмді бірінші тазалап беру керек. Ас қорыту жүйесін реттеген кезде pH среданы, көрдіңіз ба, барлық нәрсенің проблемасы шешіледі. Бас ауру болып көп келеді. Оның бірінші себебі өттің дұрыс танбауы. Ал өттің дұрыс танбау, ол организмдегі естественно токсинді көбейтетін нәрсе. Неге? Өтті бекітіп тастайтын ең бірінші причина ол паразит, лямбля. Көрдіңіз ба? Ал ол өтті танбады деген сөз, ол өт қисаяды. Бізде медицинада не істейді? Барасыз, УЗИ түсіреді. Өтіңіз қисайған, ол алады заключениені. Бірақ өттің қисайғанына еш нәрсе жасамайды да бізде. Көрдіңіздер ма? На самом деле бүкіл проблема содан басталады. pH среда бұзылады ма? Өт қисайған. Мен міндетті түрде айтамын, сізде өтте дұрыс емес. Или протокол қисық, или не өттің өзі қисық. Маған УЗИ жасатып алып кеп беріңіз. Артроздың барлығы сол өттен екен ғой. Бүкіл проблеманың түбі өттен. Біз өтті реттеп отырамыз ба? Бәрі дұрысталады. Ал өтті тоқтататын бірінші нәрсе ол паразит. Енді паразитті кетіретін 100% кетіретін. Мен мақтанып айта аламын. Шынында да ше, ол тек қана макселин екеніне көзіміз жетті. Мен сіздерге келмес бұрын, мен Гүлбира ханымдармен ұзақ жұмыс істедім ғой. Тіркелген жоқпын, шындайды, мен осы жақында ғана тіркелемін сіздерге. Но до этого мен бәрін көрдім. Зерттеп көрдім, барлығын көрдім дағыны. Кейіннен барып, мен көзім 100% жетті кәдімгідей. Действительно, организмді 100% тазалап береді. Но былай ғой, Аллаға ниет етіп сұрасаң, Алла береді екен. Мен Алла береді да ол нәрсені. Но мен Алладан шынымен ниет етіп
жаңа сұраған нәрсемді таптым деп мен осы күні сеніп айта аламын да. Керек. Неге? Себебі бұл нәрсенің жалпы менің өзімнің мақсатым служение, халыққа қызмет көрсету. Но халыққа қызмет көрсеткенде қалай ең жоғарғы деңгейдегі ең нәтижелі, оның ішінде зияны жоқ қызметті көрсетсеңіз, вот сол ең мықты нәрсе деп ойлаймын мен өзім. Ал зияны жоқ нәрсе ол әрине біздің пробиотик пен L-аргинин. Көбісінің сенбей келетін сол ғой, негізі келеді, біз шаршап кеттік дейді, ананы іштік, мына батты іштік, мына дәріні іштік, болмайды, ананы сіздерден көрдік дейді, тиктоктан көріп қалдық сіздерді, мынандай көріп қалдық, келе сала іштік, бірақ сіздерге бүйрегіміз тартып тұрады дейді. Бір сіздерден жазылып кететін сияқты үмітпен келеміз дейді. Ол да Алланың қалауымен ғой негізі. Сосын біз түсіндіреміз, диагностиканың бәрін көрсетіп өтіп береді. Мыналарың дұрыс екен, енді бұған не бар дейді. Біз оған дейін айтпаймыз. Оған ішетін болсаңыз, мынау бар, Қазақстанның табиғи өнімі әлем бойынша бірінші орында тұр. Бұның осындай несі, қалай алған бәрін айтқанда барып сол кезде түсінеді олар. Ол бірден акцияны іше сал десең ешкім сенбейді, түсінбейді. Мынау айран ба не дейді, сосын айтамыз, ішінде пәленбай, оның ішінде осындай миллиард не бар. Ол қалай әсер етеді, ол ішке барған кезде барып күреседі, ол жатқан қаншама жатқан паразитті оятады. Ол обострение береді, ол барып шығарады. 10 шақты күннен кейін көресіз, мен өзімдікін айтып беремін, өзімнен өткен басымнан ауырған. Бәсем сен видеодан көрдім ғой деп шығады жаңағы тиктоктан. Сол сен ба, мен адам өз көзіммен көрмей сенбейді негізі. Сол ішкеннен кейін 10 күннен кейін звондайды ғой, мынандай болып жатыр, мынандай, менде басталып жатыр, менде мынандай болып жатыр, бірақ соңында рахметін айтады. Аллаға шүкір. Негізі қазақ халқына осының бәрін жеткізуіміз керек қой негізі осылай. Қандай нәтижелер алып отырсыз? Вот қазір айтқанда пациенттер келіп жатыр сізге клиникаға, диагностика өтеді. Мына диагностиканы кеше бір пример айтып қалдыңыз ғой, маңыздылығын. Ана бір крутой бір диагностика жасаған үшін. Бір бауырымыз келді, атын айтпай ақ қояйын. Ол кісі сол бізге келіп тексеруден өтті. Тексерген кезде бізге айтқан жоқ. Мен өттім деп. Сөйтіп біз тексеріп көрейін деп көрген екен. Соны өтті, тексеруден өткеннен кейін айтып жатыр да бізге. Мен жақында Түркия қаласында болдым дейді. $1,500 мен $3,000 арасында ем қабылдадым дейді соқтан. Тура осы диагностика дейді да негізі. Бірақ қарап отырсақ, сіздердікімен қарасам дейді, 98% сіздердікі точно Түркиямен бірдей келді дейді диагностика. Шүкір Аллаға деп жатырмыз да. Біздің әр офиста жаңағыдай диагностикалар бар, БРТ аппараттар. Қанша аласыздар диагностикаға? Біз негізі 5.000 теңге дегенбіз, кейде 10.000 теңгеде, сол 5 мен 10.000 теңгенің арасында. Бірақ тек қана через диагностику сіз адамдармен жұмыс істейсіз. Через диагностика. Сосын мынандай бар екен. Диагностиканы өзі жеткізіп айта алатын бар, айта алмайтын бар екен. Мысалға бір кісілер келді. Біз бір неден клиникаға бардық, осымен өттік дейді. Бірақ сіздер сияқты түсіндіріп айтқан жоқ дейді. Мына жер бүйтіп тұр, мынау жанып тұр, мынау ауырып тұр, бүйтті де шығарып салды дейді. Сіздер түйді түсіндіріп берген, ризамыз деп кетіп барады да мінекей. Соған қарап мамандарға да байланысты ойым, жеткізіп білу керек та. Енді мақтағанымыз ол жалғасқан өз маманы 1 сағат отырады клиентпен, 1 сағат отырады, сөйлеседі, оның жағдайын сұрап алады. Өйткені ол ақша үшін қызығып жібересің, ол халық сенбейді уже. Дұрыс айтасыз. Сол сияқты мен ниетті түзеу керек дейсіз. Ниетті түзеу керек дұрыс. Алла тағала сол кезде жүрегін ашады ана кісінің негізі. Енді келген кісілердің шүкір осы уақытқа шейін біреуінен бір жалып түскен жоқ. Басына звондайды өткен, бір апа звондайды өткенде. Ол жалғас қызым-ау, мен ішіп жатырмын, ішім кеуіп жатыр, қат бір күні мынандай болады. Айналайын, енді аппетитім ашылып жатыр дейді бір күні, жақсы болып жатырмын. Ондай случай көп бізде. Шымкенттен бір апа звондады, күнде сөйлесем жаңа. Бір Алла тағала сені жіберген шығар балам-ау дейді. Енді ол кісі енді сөздің расы онкология ауыру ғой, енді жаман ауыр. Содан бері қарап Алланың қалауымен тамақ ішіп, сорпа ішіп, орнынан тұрып, шүкір Аллаға дейді. Мен шаршағам дейді, больницадан да, бадидан да, тиктокта отырамын да басамды алып іше беретін болғам дейді. Сөйтіп құртқан екен да денсаулықты. Бірақ шүкір Аллаға кәбіз түсіндіріп жатырмыз. Күнде біз келген клиентпен күнде сөйлесіп отырамыз. Солай жұмыс жасау керек та негізі. Бере сап мен ол кісінің өзі айтып отыр. Талай батты алып іштім. Өткізгенше екен дейді бәрі. Өткізеді. Одан кейін телефондарын да көтермейді, звондамайды дейді. Қараңыз. Негізі сол клиентпен сөйлесе біліп, жағдайын біліп отқан дұрыс. Олар кейбіреулерде болады енді. Ішім кеп тұрды ғой деп тастай салуы мүмкін. Сол іштің неғып кеуіп жатқаны, неге олай болып жатқаны айтып отырса, олай ішеді ол кісі негізі. До конца хабарласып отыру керек енді бұл жерде. Көрдіңіз бе? Негізі халыққа түсінікті болу үшін, жалпы барлық нәрсе осы халық үшін ғой, түсінікті болу үшін дұрыстап атап өтуге. Сол именно Чимкенттегі апамыздың жағдайын толыққандай айтып өтейінші. Бірінші мастопатиядан жас күннен басталады. Кейін организмдегі хронический воспалениенің әсерінен и одан кейін барып, мынау грибок дейміз ғой, кандида, черный плесень.
организмде көбейіп кетуінің әсерінен ол кісіде онкология басталады көкірегінде. Кандидадан басталады жаңағы. Кандидадан басталады, иә. Содан кейін ол кісі больницаға қаралады, химия беріп операция жасаймыз деген кезде отказ жасап шығады больницадан. Мен бармаймын больницаға дейді. Сөйтеді да, жаңағы TikTok, Instagram қазір әлеуметтік желі дамыған заман ғой. Қай жерде бат бар дейді, неге жақсы көмектеседі дейді, алып іше береді. Көрдіңіз бе батты? Содан күндердің бір күнде біздің нені көріп, жаңағы парақшамызды көріп, содан заказ береді. Сонымен күнделікті хабарласып отырып ана кісіге бердік. Күнде жағдайын біліп отырамыз. 3 мезгіл, керек болса 4 мезгіл, даже түннің бір уағында звондап хабарласады. Менде бұндай болып жатыр, менде сондай болып жатыр. Дұрыс, енді ол жайдан жай болып жатқан жоқ, ол нәрсенің барлығы. Оның барлығымен кәдімгі қалай айтамын, досконально жұмыс жасау керек. Көрдіңіз ба? Ол да кәдімгідей еңбек негізінде. Оған да уақыт бөлесіз. Мына жақта қанша халық келіп жатады, оған да уақыт бөліп үлгереміз да. Осылай жұмыс жасадық. 14 күн дегенде мен жаңа кісіге риза болғаным ше. 14 күн дегенде 4 сағат қанды ірің кетті ғой көкірегінен. 4 сағат көкіректен. Кәдімгі сосоктан 4 сағат қан кетті. Скорый шақыртып больницаға барыңыз. Бұндай жағдайда бару керек. Десек, жоқ, бармаймын, операция жасап тастайды. Химия не істеп тастайды. Химияға жатқызады мен. Мен бармаймын. Наотрез отказывается. Көстен мөштеде өлейін дейді. Иә. Қорқып жатыр ғой бізде. Барыңыз жоқ. Мен маған жағып жатыр бұл дейді. Маған жағып жатыр. Иә. Максиден жатып қалған кісі өзі бойына күш алып тұрған. Содан кейін сене бастады да ол кісі. Сонымен 14-ші күнде жаңағыдай ситуация болды. 4 сағат қан кетті, тоқтады. Сенесіз ба? 15-ші күннен бастап ана тәте бізге таңертең кешке ғана звондайтын болды. Менің жағдайым жақсы, бойымда күш бар. Содан кейін 2-3 күннен кейін звондады ғой. Мен 90-дағы мамам бар еді, ауырып жатыр. Қазір бойында күш жоқ. Сол кісіге алып берейін деп едім деп. Алып берді ол кісіге де. Сөйтіп алып берді. Көрдіңіз ба? Ол пробиотиктің да, жаңағы эларгининнің да пайдасы, романадзе мазін бердік. 3 жақтан ол кісіге кәдімгі ем жүргіздік. Сонымен қазір жақсы, шүкір Аллаға. Қазір күніне 2 рет қана хабарласады, кейде 1 рет қана. Но жағдайы абсолютно жақсы, өте жақсы. Бақытты, главное. Бақытты, иә, көрдіңіз ба? Бір адам болсын, көрдіңіз ба? Батасын алдық қойын сөзің. Батасы күнде бата жасап отырам сендерге дейді. Соның өзі жетеді бізге де сөзіңіз. Бұндай нәтижелер, бұдан да жаңағы қалай айтамыз, жеңіл нәтижелер өте көп. Бет терісі жаңағы поврежденный болып, қып-қызыл болып бөртіп кеткен, кеше көрсеткен бір фото бар еді ғой. До и послесін. Енді жаңағы ғой бізде қазақта мен болсам айтар ем әлемге жар салып. Ол мен енді. Бірақ мен көрсетпей ақ қойыңызшы. Танитындар болса ят болады деген. Ят болады деген сөз бар ғой біздің қазақта. Сол ят болады. Тілімізге жететін болды. Бір кісі келді енді үлкен аға ғой. 3 ай іш деген ғой кісіге. Ол жаңа тур мен сияқты өтін алдырған, бауыр жоқ түйнейді, осы жағым қабырғаның асты деп. Өті жоқ тоже да? Өті жоқ. Мен видеомды көріп келген кісі. Таниды екен бізді енді. Көріп жүрген шығар неден. Соны алып кетті бір несін. Содан хабар жоқ. Звондап тұрам. 2-3 күнде жақсы ішіп жатырмын, түйнегені қойды деп қояды. Сол өткенде звондайды. Мынау бітті дейді. Біткен екен маған айтпаған. 1 апта көрейші деген ғой. 1 апта деген қайтып түйнеген ғой. Ішпей қойғанда ма? Иә, біткен, бір упаковка тауысқан. Мен айтқам 3 ай ішесіз деген ғой. Сол көрейші дедім. Осы мен қоя салам деп ойлағам. 1 аптадан кейін тамақ ішкен ана қайтып басталды дейді. Қайтып келіп бір 2 упаковка алып кетті. 3 ай, 4 ай тоқтамай ішіңізші құтыласыз десем, расында солай екен дейді. Көрдіңіз бе? Сондай адамдар бар. Сондықтан күнделікті тексеріп звондап тұру керек та негізі адам. Сондай біз қазақпыз ғой. Ұмытшақ. Сәбәп қойса қоя саламыз. Мен айтып 3 ай ішпей болмайды аға. Болды ішем деп кетті енді. Шүкір өткен звондасам, шүкір жақсы қайтып қойды дейді. Мен ішемде, мен айтып, мен 1 жыл ішемде өзіме уәде бергем деймін. 1 жылдан кейін сәл перекур жасауым мүмкін, перерыв. 1-2 ай. Бірақ тоқтамай менің наным осы болады деп жатырмын келген адам. Солай ішуіміз керек негізі. Мынау БРТ аппаратының пайдасын осы кезде айта кетейінші. Біз келген кезде диагностика жасаймыз. Одан кейін пробиотик, эларгинин береміз. Негізі көбінше көп сол 2 өнімді пайдаланамыз. Неге? Анау ішкі құрылысты тазалайды, полный восстановление жасайды, pH средан нормаға келтіреді. Ал эларгинин ол өзіңіз білесіз, қанды тазалап шығады. Көрдіңіз ба? Осыны беріп, 1 айдан ол клиенттің өзінің жаңағы несіне қарайды, қалауына қарайды.
қаласа бір айдан кейін болмаса 2 айдан кейін өздерінің результаттарын болып жатқан нәрсені өзінің көзімен көріп кете алады, көрдіңіз ба? Қайтадан повторно диагностика жасатады. Мысалы Рекеңде бірінші бастап түсірген кезде екіншісі арасында шыдай алмады бұл кісі. 20 күннен кейін түсті. Тағы түсіп көрдім. Бірақ мен айта алмаймын. 12 паразиттен сенесіз ба 5 түрлі паразит қалған. Көрдіңіз ба? 12 паразиттен 5 қалған. Иә. Грибок жетеді, грибок азайған. Грибок проценті абсолютно төмен түскен. Бұл кісіде тем более черный плесень бар. Көрдіңіз ба? Себебі оны бұрын алдын барғанда да айтты. Мен көзім аз қарай беретін. Шүкір қазір әлхамдулилля азайды да, қарайған. Вообще көкпен бөкіп тұратын. Қазір соның бәрі Яна оң жағыңыз, тоқшектің тазалығы месінен екен ғой, соның бір паразиттен екен. Енді біліп жатыр. Мен рұқсат болса эларгинин туралы шамалы айтып жүрсем біздің дұрыс айтыңыз. Бала дүниеге келгенде оның бірінші тамағы ананың сүті. Байқайсыздар ғой, бала жылайды, жаңағындай ашулануы мүмкін, мазасыздануы мүмкін. Сол кезде мама не істейді? Сүтін береді, ұйықтап қалады. Сосын как ни в чем не бывало, жүгіріп жүреді. Бала ауырып бастайды, тұмау болып. Мама не істейді? Сүтін тамызады мұрнына. Тұмау кетіп қалады. Оказывается, бізде дейді, 25 жастан кейін ағзамызда эларгинин амино қышқылдығы уже синтезироваться етілмейді екен. Не синтезируется собственным организмом. То есть эларгинин амино қышқылдығын біз сырттан жеу керекпіз. Енді ананың сүтін шамаймыз ғой біз. Екі не бар? Саумал бар. Саумалдың құрамында 70%-ға дейін эларгинин амино қышқылдығы болады. Сондықтан барлығымыз барамыз да таң атпай биенің қасында тұрамыз, ішеміз, анадан кейін кетеді. Байқайсыздар ғой, кейбіреулер саумал ішіп, жаңағындай туберкулездан емделеді, бауыр емделеді, жаңа буын. Бірақ биенің қасында доступ ешкімде жоқ. Саумал өзі жылына бір 2-ақ рет болады, өйтіп, мынандай бір стаканы 1500-2000 теңге тұрады. Сен қайтып қоясың. Ыңғайсыз таксимен барады, тұрады там. Тағы да дейді, эларгин амино қышқылдығы греческий орех пен арахиста бар дейді. Совет өкіметі кезінде бүкіліміздің рационымызда күнде арахис тұрушы еді. 400 грамм арахиста 1 суткалық эларгининнің дозасы бар дейді. 400 грамм арахис жей берсең, суточный дозаны аласың. Енді бұл арахисті жеу керек. 400 грамм дегеніңіз кәдімгідей тарелка ғой, короче. Бірген жесең, бірген жемейсің ғой. Греческий орехты же дейді, греческий орехты жесек 4-5-еуін лақтырғаннан кейін аузымыз уылып кетеді. Өйткені греческий орехты біз жумаймыз, оны жаңағындай қайнатпаймыз дегенде. Біздің эларгининді Сенбаев Айдын Құдайбергенович деген кісі берді бізге. Біз Energy Max Group бола тұра, оның алдында ол кісі бізге дейін тарихта бар. Ол кісі кезінде 120 килограмм болған. Цирроз печени болған. Сахарный диабет 30 болған ол кісіде, короче. 30 деді ма, ужас болған ғой, короче. Содан кейін ол кісі кезінде осы эларгинин амино қышқылдығын танысқан тоже бір компания арқылы. Сосын оны ішкен, керемет нәтиже алған. Сосын жаңағындай өзінше ана компания қай жерде шығарады деп тексерейін деп барып, қай жерде қандай условияда шығарып жатқан көріп шошып кеткен ғой, короче. Бірақ ана өнімнің пайдалығын түсінгенше андай условияны өзінде шығарып жатыр. Мен ананы ішіп керемет нәтиже алып жатырмын деген ғой. Ол кісі бизнесмен, авторитетный кісі, тоже беделді, $500 ақша салады да. Жаңағы эларгининді шығару үшін қаншама технологтарды жинайды, академиктарды жинайды, профессорларды жинайды да. Эларгинин өнімін шығарады. Эларгинин өмір кілті деген брендпен. Өмір кілті деген. Содан кейін ол өндіріс бізде Қазақстанда, Аллахқа шүкір. Вот Максилинді 1 миллион құты сатсақ біз, эларгининді примерно сондай шамада саттық. Екеуі бірге жүретін өнім ғой, короче. Максилинді ішесің, асқазанды тазалайсың. Эларгинин таза эларгининді еще оказывается беруге болмайды екен. Өйткені ол как бы зиян екен. Эларгининді обязательно майлармен бірге береді екен. Сондықтан бізде бүкіл эларгининнің құрамында гвоздиканы майы бар, қалампыр, тминнің майы бар, сосын мятаның майы бар. Гвоздика неге таңдалған? Өйткені природный антибиотик. Гвоздиканың майы ол бүкіл микробтарды өлтіреді. Тминді алатын болсақ, енді ол уже Құранда жазылғанда бізде өлімнен басқа бүкіл аурудан шипа дейді. Плюс еще бізде самый топовый тмин қосылады. Одан кейін мятаны қосады, өйткені ол жаңағыдай успокаивающий эффект береді. Бізде получается активный адамдар болады ғой, энергичный. Оларға біз мятаны береміз. Успокоить ету үшін. Сосын сіз эларгининді құрамына біз еще ламинария қосамыз. Ол Камчаткадан алындырылады. Ламинария. Это морская водоросль, соның концентраты. И получается, надо 20 граммдық эларгининді 200 литр саумалдың концентраты бар. 200 литр саумалды алсаңыз, сіз бір 200-300 теңге тастап кетесіз. Біздің эларгинин қанша тұрады? Бір 15-18 көлемде тұрады ғой. Тілдің астына тамызасыз, 1 грамм
қанға сіңеді, қанда окись азота деген зат пайда болады екен и қанды сұйылтады. L-аргинин амино қышқылдығы бізге дейін, біз тапқанға дейін, біз шығарғанға дейін 6 Нобельдік премия алған тарихта. Космонавтикада қолданады, это питание космонавтов деп айтады, медицинада қолданады, және спортта ең қымбат аминокислота L-аргинин. Бірақ L-аргининдардың түрі көп. L-аргинин рознь дейді. Оларды делят на синтетика, органика, на стимулятор и модулятор. Синтетика деген химия ғой енді по факту, лабораторный. Маржаны көбейту үшін химический заттармен жасайды. И плюс ол сразу стимулятор болып кетеді. Адам егер де синтетический L-аргининді қолданса, тез эффект алады. Жақсарып кетеді. Бірақ побочка, печень, почка, поджелудка кетеді. Сразу побочный эффект. Модулятор дегеніміз, ол не істейді? Стимулятор, ол бір эффект береді. Бірақ түбін шешпейді. Органика мен модулятор жай жұмыс істейді, баяу жұмыс істейді, бірақ ол түбін шешеді да. И получается, вот на максилин мен L-аргининнан бізде керемет нәтиже. Енді біз на екі өнімді алдық, позициялар топ болып тұр да, короче, лучший из лучших деген. Бізде греческий орех пен арахистің сығындысынан алынған L-аргинин. Оны біз Германиядан алдыртамыз. Ол жақта бір технологиямен оны айдынаға ешкімге айтпайды, оны пісіреді вообще. Оны пытались айдынаға ұқсайтын бір копия жасауға, шіріп кетеді, балық сасиды, көгеріп кетеді. Адамдар ол ойнайтын зат емес. Адамның жаны деген айдынаға Алла Тағала ниетіне қарай беріп қойды ғой. И получается, біз осы екі өніммен бір өзімізге бір не жасап алдық ше, планка. Бүкіл қалған өнімдеріміз Майза Романадзе грузинский историясы бар, Автандил деген кісіден. Тоже-мен 2 жыл переговор, тарихын қарадық, 100 жылдық тарих бар ол Майзда. И бізде ол Майз эксклюзивта. Ол ана адам бүкіл угри, прыщи, акне, жаңағындай ожог, регенерация кожи із қалдырмайды. То есть бун, артрит, артроз, бель, когда жұлын нет қалады, суық дегенде парализ болады, соны кетіреді да ол. И біздің бүкіл өнімдер мына өнімдердің планкасына нетеміз да біз, іздейміз сөйтіп. Өйткені төмен позицияда алып қойсаң өтпей қалады да, То есть біз нарықта бар заттарды сатпаймыз. Біз лучше любим өнімдер, историясы бар, тарихы бар. Біз ол қағаздарды көрсете аламыз, адамдарды көрсете аламыз. Біз жақсы саудагерміз. Біз оны мойындаймыз. Бірақ жақсы саудагер ол адал саудагер болғысы келеді да, Өйткені адал саудагер болмасаң, ертең сұраласың. Құлшылықтың 10 түрі болса, оның 9-ы дейді, адал ризық іздеуде дейді. Құлшылықтың 9 түрі адал ризық іздеуде. И адал саудагер жанатқа пайғамбарлармен, сағалармен тең кіреді дейді. Сондықтан біз құндылық бізге қатты маңызды. Бірінші құндылығымыз это безопасность. Безопасность дегеніміз өзіміздің безопасностьіміз, жасап жатқан ісіміздің безопасности. Ең бастысы біздің клиенттер бізге келіп жатқан, бізге ақша төледі ма, ол уверенный болу керек та. Вот біздің максилин там бір құтысы 10 бутылка 32 мың теңге, бір айтады, қымбат қой дейді. Мен айтам, ішінде 7 триллион бактерия бар деймін. Фертальда 20 миллиард бактерия. Бөліп тастасақ 1800%-ке біз арзан екенбіз. То есть адамдар любит құнсыздандырып тастауға, пока осын түсіндірмегенше, пока соны айтпағанша біраз қиналасың. Біз енді қазақ компаниясы ретінде қазір уже Қазақстаннан тәуелсізбіз негізгі сауда бойынша. Біз шетел кетіп жатыр, біз Аллаға шүкір евромен, доллармен, ол жақта 2 есе 3 есе қымбат сатамыз өнімді ше. Күшті. Бірақ қазақтарды естіру керек. Адам ретінде тәуелдіміз да біз. Қана қолдауды күтесің, барлығы біз туралы айтты дегенді күтесің. Біз шетелді уже мойындатып келдік, шүкір. Қазір бір үлкен жұмыс жасалынып жатыр. Тоже өзіміздің қазақ бауырлар қолдап жатыр. 2 кісі бар в общем бізде. Кезінде 20 жыл бұрын КТЛ-дың бірінші түлектері, үлкен кісілер Америкаға көшіп кетіп, бір беделді бір университеттер бар. Гарвард пен American North University'дің 2 қазақ басқарады Америкада. Сосын тағы бір жігіт бар. Америкада МД Андерсон деген ең үлкен биотехнология лаборатория бар. Соның бас маманы қазақ биотехнолог. Солармен қазір біз келісім шарттар жүргізіп жатырмыз. Олар айтады, біз сендерді қолдаймыз Америкада дейді. Ал егер де Америкада МД Андерсонда бізге печать қойса, мына өнім топ десе, уже бәрі мойындайды, действительно мойындайды. Үлкен жұмыс жасалып жатыр. Бірақ ол жұмыс көзге көрінбейтін жұмыс. Байқанбайтын жұмыс, как говорится, за кулисами болып жатыр біраз заттар. А былай, біз күнделікті нарықтамыз. Аллаға шүкір, қазір 35 офисіміз бар. Сол бір офисті қазір бұйырса сіздермен ашқымыз келіп отыр. Үлкен жоспарларымыз бар.
қазір алан қалаумен бұйырса осы 1-2 айдың ішінде Ресейде өндіріс ашып жатырмыз. Бұйырса 1-2 айда Индияның ішінде нарықта біз өнім шығарайын деп жатырмыз. Неге? Қазақстандағы өнімнің себестоимости қымбат. Өзіңіз ойлаңызшы. Егер де біз айран шығарғымыз келіп ақша тапқымыз келсе, 16 сағатта 30 минуттан біз қаншама партия пустышка айран шығарушы едік. Біздің Максилиннің жай ферментация этапы 16 сағатта. Түсінікті. Енді оны шығарасың, оны тасу холодильник. Индияға жеткенше бір пачка $100 доставка шығып тұр да, холодильникпен жеткізу. Сол үшін бізде сүт қымбат. Логистика қымбат. Ол жақтан заводын салу керек дейсіз. Мемлекеттен шығу проблема негізі, короче. Неше түрлі нелер тұрады. И көбінесе кисломолочный продукттарды кіргізбейді көп мемлекеттер. Элементарно Өзбекстанға кіргізе алмаймыз. Бізге кіре алады, бірақ біз кіргізе алмаймыз. Европаға бізден сүт запрет. Қабылдамайды. Біз как проходной двор сияқты бізге любой сүт кіреді, бірақ шықпайды да, короче, проблемасы. Хотя айтады там, отандық өнімді қолдау керек дейді. Отандық өнімді біздің ішінде қолдамайды, к великому сожалению. Қымбат қой, жаңағыдай Қытайдікі жақсы ғой деп айтып кетеді да, короче. Біз не істедік? Байқасақ, сүт Индияда арзан екен. Біз шешім қабылдадық, мына жақтан тасығанша лучше өзіміздің технологиямен сол жаққа барып, өзіміздің технологиямен 1 айдың ішінде сол жақта қазір үлкен жоспар болып жатыр. Қазақтардың бұйырса Индияда өндірісі болады деген үлкен жұмыс жасалып жатыр. Болгарияда уже өндіріс дайын тұр. Қазір біз жету керекпіз мартқа қарай. Болгарияда үлкен өндіріс тұр, сол өндірістің базасында біздің Максилинді алып уже мармелад, свечи, әйел адамдарға арналған маскалар, короче. И бұйырса сол жақтан былай қарай. Бері қарай алып келеді. Арзан шығып тұр да жақтан. Сапалы және как бы легко жібереді да экспортқа. Енді біз әрине сенеміз, что Қазақстан болашағы болады. Қазақстаннан да оңай шығуға болады, жаңағыдай поддержка болады деген сенім бар. Плюс-минус бір 10 жыл шығар. Бірақ 10 жылдың ішінде біз уже біраз дүрілдетіп тастау керекпіз шетелді. Ең бастысы бұл вообще эфирдің мақсаты сіздерден жаңағы сіздерді есту, жаңағыдай біздің көрермендермен таныстыру, осы бір септік болуы мүмкін. Сіздерде мүмкін біздің клиент болып кетесіздер, мүмкін біздің серіктес болып кетесіздер. Дұрыс. Да, бізбен серіктес болуға болады. Шетелде таныстарыңыз болса, клиенттеріңіз болса, бізбен жолықтырып жіберсеңіз, ол жақта саудамыз жүріп кетсе, сізде бізбен былай айтқанда өзіңіздің Батыстан, Ақтаудан, Атыраудан мини заводтар ашамыз құдай қаласа. Қазір біз кеше бір келістік, бұйырса Алла амандығын берсе, осы бір жарты жылдың ішінде ме, 1 жылдың ішінде ме, Алла қаласа. Абдурашид ағамен бір кішігірім бір өндіріс қойғымыз келіп отыр. Ақтау қаласында ма, мүмкін Атырау қаласында ма, чтобы западтағы біздің партнерларға, батыстағы партнерларға свежий Максилин сол жақтан келсін дегенде. Дұрыс. Оймен. Жалпы сол сіздерге Алла разы болсын, қолдауларыңызға. Сізге де рахмет, Алла разы болсын. Берекесін берсін, кәсіпкеріңіздің берекесін берсін. Енді мен ойлаймын, енді бұл қазақ халқына негізі керек нәрсе ғой бұл. Пробиотик, Максилин тоқтатпау керек. Іске армау жұмыс одан сайын өркендеу керек. Енді бүкіл шетел мойындап тұрған қазақ халқы оны енді ойлаймын. Арман қарай құдай қаласа барлығы ішеді, денсаулықтарын түзейді. Өйткені қазір келе жатқан, өсіп келе жатқан ұрпақты ойлаймыз да біз. Жеп жатқанның бәрі болмайтын керешки, коласы бар, басқасы бар. Оның ішінде не болып жатыр балапандарымыздың ертең, болашақтар ұрпақтарымыз не болады? Сонда ойлауымыз керек та. Қазірден бастап балаларыңызға берсеңіздер, қазір пробиотикті, ертең болашағы зор болып өседі негізі. Сонда негізі балаларына көп келген біз клиенттерге сөйтіп айтамыз, түсіндіріп. Сосын біреуін алайын деп, онда балаларыма да алайын деп кетеді да. Сонда жеткізу керек те қазақ халқы. Әйтеке мен байқадым, сіздер бір клиентке 8 упаковка, 9 упаковка, 10 упаковкадан ұстатып жүреді екенсіздер сразу. Өйткені түсіндіре білсе адам алады. Бізді құртатын ау ғой. Ала сал, іше салса ешкім сенбейді оған. Күнде звондап түсіндіріп отырса, сенетін клиент алады негізі. Сол жеткізе білу керек те, сата білу керек. Жай ғана саудагер болмай, кәдімгідей өзің бірінші нәтиже алу керексің. Және оны 100% дұрыс жеткізу керексің. Адамның организміндегі паразит 84 күнсіз кетпейді. 84 күнсіз паразит кетпейді. Ол қаншама мысалы мықты жаңағы не болған күннің өзінде де ол 84 күнсіз кетпейді. Неге? Әрбір 21 күн сайын жаңарып отырады. Осы 3 поколение кетіп 4-шісіне келген кезде, көрдіңіз ба, адам денесінде тепе-теңдік орнайды. Ол паразит 100%-ға жоқ болып кетпейді, но ол болу керек жерде ғана қалады, көрдіңіз ба? Сол нормаға жеткенше біз ол кісілермен бірге жұмыс жасаймыз ғой. Біздің нәтижеміз сондай болып тұр. Енді бұл личинкалардың өзін дейді. Паразит тоқшекке тастайды екен ғой. Бізде иммунитет тоқшекте екен ғой. Көрдіңіз бе? Иммунитетті басып тастайды екен личинкалар. Ол личинкалардың өзін
антибиотиктің өзі кетіре алмайды дейді ғой. Именно осы максилин барып тазалап сол личинкалардың бәрін тазалайды деп естіп жатырмыз да. синегнойный палочканы шығарады, айтпақшы. Өте шығарылмайтын бір зат бар, синегнойный палочка. Оны ютубта отзыв максилин десеңіз, ана ассоциация нутрициологовтың төрағасы клинический испытание жасаған. Санаторияларда, профилакторияларда максилинді берген, ағзадан синегнойный палочканы шығарып тастаған. Неше түрлі аттары бар екен ғой ана заттардың ішінде. Біз негізі жалпы осы 5 жылдың ішінде 700-ден астам әртүрлі диагноздардан нәтиже алдық. Бізде ана чат бар, бір 10 000 адам отыр, отзывтарын лақтырады да, ана көріп шошисың ғой. Біреуінде тері ауру, біреуінде сүйек ауру, біреуінде печень, біреуінде жүрек. Бізде бір кісі бар, 2020 жылы біз енді бастап жатқанда келеді да, бізде 500 000 теңгеге товар алады, короче. Чисто максилин. Басқа түк керек емес, максилин беріңдер маған дейді. Оказывается, ол кісі кезінде состояла неде? Списокта квота на операция клапан сердца. И ол кісіге біреу звондап, уже сол жылдары бізге дейін айтқан ғой, ана бір максилин деген зат бар деп. И сол жылы бір пачка максилинді бір бутылканы 10 000 теңгеден сатып алған ғой, 0,5. Бізге 3 000 теңгеден сатамыз ғой. А ол кісі 10 000 теңгеден алған екен. Бізге дейін. Біз мына бағаны түсіргеніміз ғой еще, короче. Соны ішкен екен де, 2 аптадан кейін барғанда ол кісі квотадан алып тастаған ғой, сен жүрегің клапаны нормальный деп. Оказывается, на 12-перстная кишка деген жүрекпен бір меридианада находится. И вот сол кісі бар әлі біздің клиентіміз, Аллаға шүкір. Сол кісі келіп, я вас знаю деп, бізде как раз енді клиенттер келеді, особо сенбейді ғой. Ана кісі даладан естіп келгенде тауып алған бізді. Келеді де бүкілінің көзінше 500 000 теңге тастап кетеді да, максилин как только шығады, маған жіберіңдер дейді. Біз ол кезде шығармаймыз. Біз ол кезде айтып жатырмыз, шығарамыз деп ше. Сосын жаңағына эларгининді ер адамдарға айтады. 4 грамм эларгинин дейді да, суткасын алсаң, 100 грамм примерно виагру заменяет дейді да. То есть эларгинин аминокышқылдығы бізге ол күнделікті керек. Тілдің астына тамызып жүру керек. Өзі күніне 3 рет бізде адамдар тамызады, керемет нәтижелер алады. И осы 2 өнім қазір жүріп жатыр. Аллахтың қалауымен қазір свечам шықты, бірақ наличие жоқ. Плюс қазір енді свеча келеді. Сосын кейін бұйырса Европадан уже мармеладтарымыз келеді, халал мармеладтар. Пробиотикпен уже оны балаларға береміз. Біз сөйтіп әртүрлі аудиторияға осы на основе максилин әртүрлі заттар шығарып отырмыз. Егер де сіз максилин сатып алып, үйіңізде бір бутылка қалып қойса, ол максилинді бетке маска ретінде жағуға болады огурцымен. Керемет результаттар алады. Псориаздар болса, экземалар болса, угри, прыщи, акне. Псориаздың өзінің бәрі сол паразиттен екен ғой. Көрдіңіз бе? Бәрі паразит. Жаның ашиды да, короче, өз-өзіңе ше, короче. Неге біз өз-өзімізді құныстандырамыз? Неге біз, өйткені байқасақ, біздің Қазақстанда халық аз, бірақ негізі халықтың сапасы мықты. Мықтылардың сапасы мықты да. Сондықтан бізде мықтылар иногда көрінбей қалады, өйткені анадан өткен мынау бар, мынадан өткен мынау бар. И бізде действительно сен бір нәрсені дәлелдеу үшін барып шетелді мойындатпау керексің, короче. Содан үйге келесін айтасың, мен жақты мойындатып келдім деп ше, короче. И сол кезде біздікілер мойындап бастайды. Мен айтамын ғой, келген халыққа сеніп ішу керек деймін да, Аллаға сеніп тапсырып. Бізде былай бүйтема, мынаны ішсе қалай болады, бұл қалай болады. Мысалы кеше Ақтаудан келген кісіні айтып өтейін. Есімін айтпай ақ қойдым, риза болған. Өзі асығып тұр. Келді әйел екеуі. Біз түсіндіріп бердік. Сөйтіп тұрды, мен қыдырып келген ғой осы жаққа баласының үйіне. Мен енді мынаны ішем, алам деді. Қатты ауру да жоқ, бірақ енді любой адам не бар ғой, ішкі құрылыс. Бізге қанша кетеді деді. Мен айттым, сізге 4 упаковка. Ішсеңіз керемет боласыз. Әйеліңіз 4, қанша 800 па деді, ақшасын тастап 8 упаковканы сатып алып кетіп баратыр. Ақтаудікі. Ол да бір тау адам дейсіз ғой. Тау адам. Сөйтіп давай Ақтауда неге ашпайсыңдар деп жатыр да. Көрдіңіз бе? Ол кісіге ем болады уже, көресіз. Өйткені сеніп тұрып ішемін ада, Алладан сұрап тұрып, ол ем болады. Сенбей, мен айтамын, сенбей ішсеңіздер ішпей қойыңыздар деймін да. Мынау бола ма, болмай ма, ол Аллаға уже не сенбей тұр ол уже. Сондықтан шипа Алладан ғой бірінші. Ана кісіге айтсам айтады, Ақтаудан ашыңыздар дейді да. Көмек беремін деп жатыр да. Сол күліп жатыр ғой, барамыз Ақтауға. Ол біраз кісілер звондады бізге Ақтаудан. Сақырға, өйткені неден көріп отыр ғой бізді. TikToktан, Таргеттен сақыр көп звондады. Бауыр, ұйқы без көп ол жақтан ауырып жатқандар. Келмейсіздер ма, осы жақтан ашпайсыздар ма дейді. Негізі ашуымыз керек, Құдай қаласа, бар облыстан ашып тастауымыз керек, Алла қаласа. Дамытуымыз керек та. Оны сөйлесеміз ғой, Құдай қаласа. Мен айтамын да, бізге бұл өнім как Алладан берілген бір мүмкіндік ретінде көреміз. Алладан келген бір жауапкершілік. Өйткені бұл өнімді біз ойлап тапқан жоқпыз, оны Алла уже біз жатырда жатқанда ойлап тапсаған да. Дұрыс айтасыз. Просто оны жаңағыдай ученыйлар қаншама жыл зерттеген, 100 жылдық тарихы бар ғой.
А мен кезінде енді саудагер болдық қой біз, әртүрлі зат саттық, 28 түрлі зат саттым да мен, 28 түрлі салада. Общепиті бар, жаңағындай консалтингі бар, туризмі бар, IT бар, бармаған төбем жоқ, в общем, короче, әртүрлі бағытта болған. Сол кезде бір затты байқадым да, егер де сен бір нәрсеге шешім қабылдап жұмыс істесең, сен энергия кетіресің, уақыт кетіресің, жаңағындай денсаулығыңды кетіресің, бірақ түбінде ана затың сапасыз болып кетсе, сатып жатқан бүкіл жасаған жұмысың зая кетеді екен да, короче, бет алды. Сосын бір затты байқадым, настроением күшті болса, всегда саудамен жүретін. Жаңа бір шабыттанып жүргенде сауда жүреді. Как только кішкентай бір депрессияға кіріп кетесің, біреуге ренжіп па, біреу сені ренжітіп па, бір постоянно бізде сол жаңа өсек, постоянно интрига, сөйтіп ренжіп қалсаң, депрессияға кіріп минусқа кіріп кете алады екенсің. Сол кезде жаңағындай біраз миллион долларлар жасап банкрот болған кезде көзім жетті, сен ресурсный болмасаң, сен ешкімге керек емессің. Дұрыс айтасың. Жақындарыңа да, өйткені мен түсіндіре алмаймын, бірақ на каком-то уровне даже жақындарың сені көрмейді. Сен өлейін деп жатсаң, короче, одан сайын добивать етіп жүру мүмкін да, короче. Добивать етіп жүру мүмкін, сенбеуі мүмкін, қолдамауы мүмкін, өз проблемаң өзінде, бүгін кімге оңай емес. И олар имеют право, өйткені өздері выживать етіп жүр да. Әр адам қазір негізгі осы бір жанталас бір өмірде жоқ қой біз. И сол жанталас өмірде жүргендіктен, к сожалению, біздің жүрегіміз жабылып қалады, рухымыз оянбайды, ренжиміз, көгереміз дегенде. И сол кезде мен көзім жетеді, бір рет қатты қиналамын. Что сен ешкімге керек емессің қиналғанда, плюс сен қиналсаң, еще плюс ана обязательстволар тоқтамайды екен ше, жаңағындай кредитің бар, үйің ақшасы бар, садиктің ақшасы бар, добивать ете береді да. И одан сайын минусқа кіріп кетуге болады екен. И мына өнімді бірінші рет кездестіргенде, менде бұны сатам деп кездестірген жоқпын ғой, менде бір проблема болды. Хиджама жасатам да, сол хиджаманың жарасы жазылмай моншаға кіріп кетем, общественный еще, халал емес. Содан енді ол жерде жатасың ғой арқамен. Сол сөйтіп менің қаныма бір нәрсе кіріп кетеді, короче. Барып анализ тапсырам, қанда түк жоқ, бірақ арқамда неше бір жара шығады да атылады ана. Вулкан сияқты же пытыш көп. Сосын менде жаңағындай қаншама антипаразитарный программалар сатып аламын. Бір өтірік айтпай қояйын, бір 10 шақты компанияның антипаразитаркасын алған шығармын, ішем, көмектеспейді. Сосын жаңағындай өнім қолыма келеді, максимум 2 бутылкасы. Бір бутылка мамаға жіберемін, бір бутылканы өзім ішемін де жағам. Келесі күні бәрі құлап қалады. А мамамда 30 жыл аллергия болған. 30 жыл аллергия, плюс алттан кейін тамақ іше алмайды, өтпен проблема, тас. Приступ, больницаға алып кетеді постоянно, короче. Сосын тамақ ішсе, кешкі алттан кейін сразу приступ ұстайды. Немесе тауығы бар сорпа ішсе, денесінің бәрі қотыр болып кетеді. Мамаға жіберем, мама айтады, тағы жіберші дейді. Сөйтіп мама екеуміз де результат аламыз. Мен көзім жетті. Мына өнім мен сияқты болған екенсіз. Потолок, короче. И сосын бәріміз енді Алладан сұраймыз ғой. Алладан сұрағанда мен всегда ана үлкен компаниялардың тарихын изучать ететін. KFC-ді жақсы көретінмін ше, KFC-дің тарихын. Полковник Сандерс бір секретный ингредиент курицы придумал дейді. Сосын кейін бір қиналып жүріп бір кафе ашады дейді. Ол кафесін ашқанда жақсы жүреді. Бірақ жолды бұрып жүреді дейді да, магистральда. Кафесіне машиналар келмей қалады, ол банкрот болады. Сосын ол рецепт алып 1200 ресторанға барып сатқысы келеді. 1200-ші иә дейді да, и біз бүгінгі күні KFC деген историяны білеміз. Миллиардный компания. Макдональдстың тарихы, Найктың тарихы, барлығында бір адам бір затта отырып қиналып жүреді. Сөйтіп жүргенде мен Алладан сұрайтын бір затты берші дегенде ше. Осы өнімді берген ғой бізге, короче. Макселин деген өнімді. Бізде де полковник бар. Бізде жаңағы каткеден бастап қазір үлкен заводқа дейін біз басында каткеде пісіретінбіз Макселинда. Еркалыққа. Каткеде пісіретінбіз. 40 литрда. Сосын жайлап 600 литрға. Сосын жайлап қазір 1,5 тоннаға. Қазір уже примерно жылына там 300 тоннаға дейін өнім шығара аламыз. Но уже қазір Индияны қоссақ, ол жақта уже 10 мыңдаған тонналап кетеді да. И осы тарихты естісін дейміз тоже, көрсін, айтсын. Енді Алла сәтін салса, денсаулығымыз бәрі жақсы болса, жаңағындай өмір жасымыз ұзақ болса, біз сенімдіміз, Макселин өнімін көбісі ертең ана казахстанский шоколад деп мақтанады. Бірақ ол казахстанский шоколад давно не казахстанский, чтобы вы имели в виду. Ол үлкен бір Кореяның компаниясы сатып алған. Сондықтан Қазақстаннан біздің жаңағындай арманымыз осы Макселинді тасыса екен. Қазақстан Макселин деп. Қазақстанский бренд. Қазақтардың атында тіркелген бұл. Соны айтқымыз келеді. Ниеттеріңіз жетіңіздер, берекесін берсін. Кеше жаңа өнімді көрдіңіз, который біз Шанхайда шығарған. Біз Шанхайда бір үлкен бір үш өндіріс бар. Әлемдегі 80 мемлекетке пробиотик шығарады.
мына бүкіл біздің аптекада тұрған пробиотиктің барлығы сол жерде шығады. Біз солармен бір үлкен келісім шартқа отырып, біздің технологиямен біздің микробты апарып, қазір күніне Аллахтың қалауымен миллион упаковкаға дейін шығара аламыз, сауда болса, в общем. То есть GMP стандарт, ХАСП, международный халал, ISO, жаңағыдай бір пачкасында 1 триллион бактерия, это номер 1 әлемде. Қазір бірінші партиясы Қазақстанға кетті Аллахтың қалауымен. Бір партия Өзбекстанға кетті, 5000 упаковка, Болгарияға кетіп жатыр, Индияға кетіп жатыр үлкен партия. То есть шүкір, қазір сол Шанхайдан біз уже 80 мемлекетке доставка жасай аламыз. Қазір Катар елінде қолдап жатыр бізді, Дубайда қолдап жатыр, Сауд Арабиясына шақырып жатыр. Сол жақта ашыңдар дейді. Өйткені бір айда осы жылы декабрьда умраға 68 миллион адам келіпті. 68 миллион адам. И сол Әл-Харам мешітінің қасында арманымыз бар. Бір орын тауып алсақ па дегенше. Қадап қойын деп отырдық та, короче, Макселин деп жанар қаратып, бірақ өнім сатамыз. Жаңағы Макселин, Эларгинин өзіміздің өнімдер чисто. Сондай армандар бар. Мүмкін бұл видеоны вообще Саудиядан біреу көре ма деген неде ғой. Хабарласа беріңіздер, комментарийға телефоныңызды қалдырыңыздар, хабарласамыз, сөйлесеміз. Бүкіл әлемге тарап кетер бүкіл бұл видео, бір Алла біледі. Иншалла. Сіздерге Алла разы болсын, бізді қолдап жатсыз. Алла разы болсын. Өте мәз болып жатырмын сіздердің жаңағы жұмыстарыңызды көріп. Былай айтқанда сөзбен бәрі герой ғой. Бірақ әрекетпен, іспен өте аз кездестіресің да адамдарды. Мен вентилятор деймін көп адамдарды. Воздухқа не етеді. Просто сіздердің әрекеттеріңізді көрдім, мына подачаңызды көрдім. Как бы енді бізде 5 жыл нарықта жүрік қой. Бірақ осы 5 жылдың ішінде өте сапалы түрде бастап жатқан, өте сапалы түрде жұмыс жасап жатқан, халықпен қызмет, коммуникация жасап жатқан сіздерді көріп жатырмын. Алла тағала абыройларыңызды көтерсін. Рахмет сіздерге де. Осы айтқанда себепкер болып жатсыздар. Сол сауаптар жазыла берсін. Ең басты адамдардың тілеуі ғой. Осы біздің көрермендер, біздің серіктестер, клиенттердің тілеулерінің арқасында біз дамып жатырмыз, өсіп жатырмыз. Вот жалпы сол. Рахмет, керемет. Сізге рахмет. Алла разы болсын. Кәсіптеріңізге берекесін берсін. Қазақ ел жасай берсін. Ассаламу алейкум баршаңызға.